Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға ең оңай дайын болатын Рафаэлла тортының рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін 6 дана жұмыртқаның ағына қантты аз мөлшерден қоса отырып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғары жылдамдығына дейін миксерлейтін боламыз. Мұқият ескеретін жағдай, яғни біздің миксерімізде және ыдысымызда құп-құрғақ тап-таза болу керек, бір түйірде су болмау керек, және біздің жұмыртқамыздың ағына бір тамшы жұмыртқаның сарысы да араласпауы қажет. Осы қағиданы ұстанған кезде ғана бізде ыдысымызды төңкерген кезде де төгілмейтін, өзінің формасын керемет ұстайтын меренга пайда болады, яғни біздің бисквитіміздің қамыры үшін дәл осындай меренга қажет. Енді осы меренгамызға 3 дана жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Үлпілдек массамызға ұнды және де қопсытқышты қосып, төменнен жоғары қарай кез келген қасықтың немесе венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Содан кейін кокос ұнтағын қосып, тағы да осы әрекетімізді қайталаймыз. Бізде үлпілдек осындай бисквиттің қамыры дайын болады. Орысша айтқанда воздушный деп жатамыз. Яғни осы қамырымызды тегістеп, пергамент төселген табаға жайып алғаннан кейін 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл тортқа қандай кремді жақсаңыз да өте жақсы үйлеседі, дәмін керемет ашады. Мен ең оңай крем түрін таңдадым, яғни творожный сыр мен сгущенканы араластырып, одан кейін сливки қосып, осы 3 ингредиенттен крем жасадым. Біздің бисквитіміз пісіп дайын болды. Міндетті түрде оны шпажканы сұғып тексеріп аламыз. Содан кейін толық суытқаннан кейін ғана 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп кремімізді жаға берсек болады. Біздің тортымыздың корждары осындай нәзік, өте үлпілдек болып шығады. Енді тортты жинауға кірісеміз, яғни мен кальций пайдаланатын боламын, бірақ бұл міндетті емес. Ары қарай коржбен кремді араластыра отырып, тортымызды жинап аламыз. Торттың жан жағына барлығына кремді тегізіп жақсылап жағамыз. Содан кейін міндетті түрде кокос ұнтағымен безендіреміз. Яғни бұл торттың дәмін кіргізетін де осы кокос ұнтағы болып табылады. Торттың жан жағын кокос түйіршігімен безендіріп шыққаннан кейін ары қарай безендіру фантазиясы өз еркіңізге байланысты. Яғни торттың бетіне Рафаэлланың конфетін қойсаңыз өте әдемі үйлеседі, немесе мен сияқты жемістермен безендірсеңіз болады.
Мен торттың бетіне кептірілген қарақаттан қойып шықтым. Міне достар, осымен біздің Рафаэлло тортымыз дайын. Дайындап болғаннан кейін бірден кесіп жей берсеңіз болады. Өйткені торттың қамыры өте жұмсақ. Оны 8 сағатқа тоңазытқышқа қойып күтіп қажет емес. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.